Чернобыль атом электр станциясы әлемдегі ең ірі ядролық апат болған орын. 1986 жылдың 25 сәуірінде реакторлардың бірін сынақтан өткізу жұмыстары басталды. Төменгі қуаттағы реактор және апатты жағдайдағы салқындату жүйесін өшіру қажет болды. Жұмысшылар бұл сынаққа толық дайындалмаған еді және қауіпсіздік хаттамасы еленбей, сынақтар жалғаса берді. Реактор бақылаудан шығып, оны басқаратын салқындату жүйесінсіз қызып кетті. Қарбалас басталып, жұмысшылар реакторды қолмен сөндіруге ұмтылды. Бірақ бұл әрекет реакцияны одан әрі жылдамдатып, кернеу секірісін туғызды. Сағат 1-ден 23 минут кеткенде реактор жарылды. Басқа атом электр станцияларынан айырмашылығы, Чернобыль реакторлары болатпен не темір бетонмен қапталмаған еді. Зауыт жарылып, бөлінген радиоактивті материалдар мен қалдықтар жан-жаққа шашырап, айналаны өлім қатері жоғары зонаға айналдырды. Жарылыс салдарынан 2 адам сол мезетте қаза тапты. Басқалары радиоактивті материалдарды суыту үшін реакторға аянбай су тасыды. Бірнеше апта ішінде 28 жұмысшы қуатты сәулеленудің әсерінен қаза тапты. Жарылыс нәтижесінде жоғары атмосфераға радиоактивті бұлт көтерілді. Алайда, көрші Припять пен Чернобыль қалаларының тұрғындары жарылыстан кейінгі 40 сағат ішінде қауіпсіз жерге көшірілмеді. Сол уақытта көптеген тұрғындар радиоактивтіліктің жоғары деңгейіне шалдығып, араға айлар мен жылдар салып, қатерлі ісік пен генетикалық ауытқушылықтарға ұшырады. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің есептеуі бойынша, Чернобыль апаты 4000 адамның өмірін қиды. Бірақ басқалар радиоактивті қалдықтардың бүкіл Еуропаға таралуын ескерсек, ақырғы сан бұдан да көп болуы мүмкін деп санайды. Ядролық энергия қазба отынның лайықты әрі тұрақты балама түрі болып саналады. Бірақ құлдыраған Чернобыль қаласы бізге энергия өндіру мақсатында ядролық энергияны игерудің өте қауіпті екенін ескертеді. Чернобыль жанның жалпы ауруы. Күнделікті жағдай, тым-тырыс. Далада құстардың сайраған үні ғана естіледі. Ештеңе сезбеген жұрт күнделікті өз тіршіліктерімен айналысып жүр. Бір кезде аспанға қара бұлт төніп, 1986 жылдың 26 сәуірінде Чернобыль атом электр станциясы жарылды. Чернобыль деп айтылуының өзі де қорқынышты. Оның атының өзі айтып тұрғандай, Черны қаралы күн десек те болады. Бұл жарылыс қаншама жанның, қаншама қазақ жастарының жүрегіне қара дақ орнатып, жүректерін жаралы етті. Міне, ағымдағы 26 сәуірде қазаға толы жан түршігерлік оқиғаға 35 жыл толады. Бұл жарылыс жай жарылыс емес. Қазаға толы жарылыс болғаны соншалықты жай сан емес. 5 миллион адам зардап шекті. Сонымен қатар, оннан аса мемлекеттің кең байтақ даласы ластанды. Өзіңіз ойлап қараңызшы, 5 миллион адам. Қаншама шылдап қалған сәбилер. Жүрегі езіліп, баласынан айырылған ақ жаулықты аналар, дос жаран, туған туыс бауырларынан айырылған қаншама жандар. Я, өте қиын. Дегенмен де әр нәрсен өз тоғеттері болады ғой. Мен де өз қорытындымды жасайын. Қорытындылай келе, Чернобыль апаты күллі адамзаттың қасіретіне айналды.
Чернобыль апаты қазақстандықтардың жүрегінде әлі күнге дейін сақталуда деп тұңғыш елбасымыздың сөзімен өз ойымды аяқтайын. Номер 38 мектеп-лицейінің 9 сынып оқушысы Камелқызы Қасиет. Өміртай Қызаружан, 7 сыныбы, аспан күркірі. Аспан жақтан дыбыс шығып гүрілдеп, көктің төсі кетті тегіс дүрілдеп. Мына дүние құлайды ма қайтеді, топ қайыңдар қорқып кетті-ау дірілдеп. Дірілдеді жар қабақтан тас құлап, жоталарды жауын жатыр осқылап. Дауылдарға жалынғанды жапырақ, жанарынан төгіледі жас құлап. Аспан айқас, от ұшқындап жаятты, жер дүниені ұйқысынан оятты. Сәлеметсіздер ме? Мен Нұр-Сұлтан қаласы номер 8 мектеп-лицейінің 6 Г сынып оқушысы Касенова Айолым. Серік Сейтман көрдім. Оқты көрдім, тереземде жарылған. Отты көрдім, керегемде жағылған. Көкті көрдім, найзағайы шағылған. Көкті көрдім, жалаң аяқ сабылған. Ана көрдім, сәбиінен айрылған. Бала көрдім, құсалықтан қайғырған. Елді көрдім, еңге қарасқан. Елді көрдім, ынтымағы жарасқан. Көрген көзім жасқа толды. Бұладым, жылап тұрып, жұртқа амандық сұрадым. Чернобыль — жалпы жанның ауруы. Бүгін 26 сәуір сағат 1-ден 26 кетті. Мен өз бөлмемде ұйықтап жатқан едім. Кенеттен дәл осы уақытта қатты дауыс пенен дүлкініс сезілді. Мен бұл дауыстан шошып ояндым. Бұны естіген күйеуім де бөлмеме жүгіріп келді. Ол менің қал жағдайымды сұрап, екеуміз терезеге қарап едік, үлкен жарылыстың болғанын көрдік. Мен ойланбастан бірден телефонды алып, ВПЧ-ға хабарластым. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе между 3-м и 4-м блоком. А там люди есть? Да. Біз сөйлесіп жатқан уақытта арттан басқа кісінің дауысы естілді. Поднимай наш состав. Я поднял, начальника поднял. Так всех. Весь офицерский состав. Міне. Қазір тыңдаған әңгімеңіз Чернобыль апатының уақытында жазылған еді. Мен бұны естігеннен кейін дәл осы оқиға ойыма елестетілді. Бұл жағдайдан кесірінен 3 миллионнан астам адамдар зардап шегіп, СССР-мен қоса 17 еуропалық елдермен ақш-тың 60 000 квадрат метр жері ластанды. Менің ойымша, бұл апат қазіргі таңға дейін толықтай қарастырылған жоқ. Сол кездегі адамдардың қиыншылығы әлі күнге дейін созылып, жандары тыныштық тапқан жоқ. Сол кездегі қателік тек бір адамның бір шешімінен туындады. Чернобыль апатында болған жағдайды тіпті елестете алмайтынымызды. Ол біздің ең жаман арманымыздан да қорқынышты екенін түсіндім. Тек бір адам үшін радиацияға түскен әйелдердің 40% бала көтере алмай. 3 миллион адамның 1 миллион баласы ауруға шалдықты. Бір электростанция үшін қаншама адамның өмірі қиылып әкетілді. Бір жағдайға байланысты адамдар әлі күнге дейін қорқынышта отыр. Бүкіл әлем көзіне жас алып, қорқып еске алатын күннен 35 жыл өтті. Чернобыль апаты бәріне ортақ қайғы. Чернобыль жалпы жанның ауруы.